Алматы облысының спортшылары Азия чемпионатында топ жарды. Вьетнамның Дананг қаласында ММА және панкратионнан Азия және Океания чемпионаты өтті. Байрақты бәсекеде Қазақстан құрамасы жоғары нәтиже көрсетіп, ел қоржынына 6 медаль салды. Мұнда жастар құрамасы жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болды. Қазақстан құрамасының жарқын жетістігіне Алматы облысының спортшылары да елеулі үлес қосты. Халықаралық додада өңір намысын қорғаған 3 спортшының үшеуі де жүлдегер атанып, елге абыроймен оралды. 16-17 жас санатындағы 57 және 62 келі салмақ дәрежелерінде өнер көрсеткен спортшылар Азия чемпиондары атанса, 18-20 жас аралығындағы жастар санатында сынға түскен тағы бір спортшымыз қола жүлдені иеленіп, ел мерейін үстем етті. Мамандардың айтуынша, бұл жетістіктер өңірде ММА және панкратион спортының қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді. Мен Алаш командасына дайындалып, осы жарысқа күнделікті дайындық барысын өтіп, жарысқа Алматы облысынан және Қазақстан атынан бардым. Осы жарысқа апарған біріншіден тренерлеріме рахмет айтқым келеді, алғысымды білдіремін. Оның ішіне тренерім Махмутов Ялкун және де біздің Алматы облысының бас тренері Талғат Ибрагимов тренеріме тоже рахмет айтқым келеді. Алдағы уақытта осы жылдың күзінде бізде әлем чемпионаты өтуде, жоспарлануда. Алла бұйырса, біздің облысымыздан көбірек спортшылар қатысады. Айта кететін болсақ, біздің федерацияның жұмысы өте керемет, өйткені балалар қазіргі таңда ММА және панкратион спорт түріне өте көп қатысуда. Біздің облысымызда 2000-ға жуық балалар осы спорт түріне қатысады.